Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Алдыңғы сабақта естеріңізде болса, мен эксперимент ретінде 139 экспресспен заказ салған болатынмын. Осы видеода доставка қанша төледік және де неше күнде келді, сол туралы айтатын боламын. Каналға тіркеліп лайк баса кетуді ұмытпаңыздар. Міне менің заказ берген товарым органайзер. Жүріп өткен жолын қарайтын болсақ, грузовик белгісінің үстінен басамыз. Заказ 7 желтоқсан күні салынған, өте ұзақ жүрді. Филиалға 15 қаңтар күні жеткізілді. Мына жерде филиалдың адресі барлығы көрсетілген, сондай-ақ менеджер номері жазылып тұр. Егер де доставкасына қанша төлейтініңізді білгіңіз келсе, осы менеджерге шықсаңыздар болады. Алайда мен тікелей Өскемен қаласындағы филиалдың менеджеріне жаздым. Номерін Google арқылы немесе осы көрсетілген номерге, яғни WhatsApp-қа жазу арқылы тауып алсаңыздар болады. Енді маған WhatsApp-қа жазған кезде осындай ответ қайтарды. Адрес көрсетілген, жұмыс істеу уақыты. Алайда доставкасын білу үшін трекод номерін жіберіп, бағасын сұрадым. Сол кезде олар осылайша жауап қайтарды. Здравствуйте, одна посылка. Сумма оплаты 401 тенге. Забрать можете у нас в Усть-Каменогорске на Виноградова 29/1. Яғни, мына органайзерге доставкасы 401 тенге шығып тұр. Бұл жаңа постпен салыстырғанда өте көп айырмашылық жоқ. Жаңа постада 400 немесе 600 теңгеде шығуы мүмкін еді. 139 экспрессте алайда көптеген қолданушылар өте көп төлегендері туралы жазуда. Себебі бұл жерде олар доставкасын есептеу үшін арнайы формула қолданады. Яғни міндетті түрде товардың ені, ұзындығы, сондай-ақ биіктігі алынады. Соған сәйкес товарыңыз көлемді, биіктігі ұзын, мысалға қорапша тәрізді товарларға заказ салатын болсаңыздар, әрине доставкасы қымбат шығып кетуі мүмкін. Менің товарым өте жеңіл, сондай-ақ биіктігі көп дегенде 10-20 сантиметрде ғана болады. Сол себептерде аз шықты деп ойлаймын. Алайда жаңа айтқандай көптеген қолданушылар қымбат екенін жазуда, сондай-ақ жеткізілу уақыты да өте ұзағырақ. Және де менеджерлермен кей кезде байланысу мүмкін емес. Сол себепті негізінен өзіме жаңа пост арқылы заказ салған қолайлы. Енді олар WhatsApp-қа маған мынандай сайт отслежка ұсынған болатын, яғни сілтеме жіберді. Ол сілтемеге кіріп қарайтын болсам, ештеңе ашылмайды. Сол себепті Google-ға 139 экспресс деп жазып қарап алсаңыздар болады. Міне 139 экспресс дейміз. Қазір сіздерге басынан бастап көрсетейін. Осындай сайт отслежка ашылады. Номер накладной деген трекод номерін осы жерге жазасыздар. Филиалға товарыңыз жеткізілді ме, барлығы шығып тұрады. Алайда доставка суммасы көрсетілмеген. Жаңа айтқанымдай, менеджер арқылы біліп алып, доставканы филиалға барғанда QR-код арқылы төлейтін боласыздар. Егер де ақпаратым пайдалы болса, каналға тіркеліп лайк қалдыра кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.